Достар, сіздермен бірге кітап әлем жобасы, екінші түсірілімнің жалғасы. Одан әрі кітаптың өзіне жүгінейік. Автор Бауке, біздің семья атты кітабыңызда өміріңіздің өзіңіздің алғаш рет орыс мектебіне түсіп, шәкірт шағыңызбен аяқталған болатын. Екінші кітабыңыз Москва үшін шайқас, батальонның 5 түн бойы жүріп, қоршауды жарып шығып, Волоколамск қаласынан революциялық әнмен шулатып жүрген кезіңізден басталған болатын. Осы екі аралықтағы сіздің өміріңіз қалың оқушы қауымға белгісіз ғой деп ойлаймын. Сіз маған шәкірт шағыңыздан комбат болғанға дейін шағыңызды бетке айтқандай етіп баяндап берсеңіз, мен содан очерк жазсам деймін. Әңгімеңіздің арасында қысқа сұрақтар қойып отырсам, сенің әдеби әдісің ғой тегі? Иә, солай десе де болады, Бауке. Осыған келісесіз бе? Келісейін. Бекке айтқаныңыздай алдымен сол қолыңды, одан кейін оң қолыңды шауып тастаймын демейсіз бе? Сен өтірік айтпағын, мен олай демеймін. Ал тыңда онда деп, өзінің алғаш рет орыс мектебіне барып, Анчаровтар семьясы оған жабыла көмектесіп, тілін жұмсартқанын, орыс балалармен достасып, жақын араласқанын, Евгеньевка селосында 1 жыл оқып, келесі жылы Жамбыл қаласына барып, интернатына түсіп, бұдан соң 1924 жылы Кентте 7 жылдық мектепті 1928 жылы тамамдағанын баяндайды. Мен ең бірінші сұрағымды қойдым. Сен бұл сұрағыңды бала күніңде және ересек кезіңде деп қойғын. Мен соған бірақ жауап берейін. Солай болсын онда. Бауыржан, мен жас кезімде де, ересек кезімде де кітапқа құмар болдым. Осы күнге дейін кітаптан баса алмаймын. Құныға оқығандарым орыс, француз, испан классиктерінің кітаптары болатын. Менің кітапты көп оқуыма басты негізгі себеп болған қызмет бабына байланысты үнемі жалғыз жүруім. Мәселен, мен 5 жыл таяу шығыста тайгада жүрдім. Күндізгі қызметтен кейін кешке үйде жалғыз қаласың. Осы жалғыздықты жою үшін мен әдебиетті көп оқуға машықтандым. Қазақ жазушыларының арғы бергісінің бәрін де оқып шықтым. Енді мен саған жаңағы әңгімеміздің желісін жалғастырайын. 1928 жылы Шымкенттегі 7 жылдық мектепті бітірдім дедім ғой. Осы күнгі Қазақ педагогикалық институты ол кезде Орынборда еді. Аздап оқудың дәмін татқаннан кейін ендігі сол оқуға қатты түскім келді. Міне достар, кітап осылай өзін тереңнен тартып әкете береді. Автор сұрақ қояды. Баукең ерекше есте сақтау жатысымен өткен жылдарды, ай күнді, кісі есімдерін біреуінен жалмай, қазақтың шырайлы көркем тілімен өткенді жан бітіріп, баяндауымен оқырманды өзіне баурап алады. Әрі қарай Баукең бұл өздің есігін қалай жапқанын, Жуалдағы ауылға қайтып келіп, оқу бөлімінің бастығы Әшімов деген кісіге мән жайын айтып, оның қуана өз сияқты білімді жастар таба алмай отырғанын, одан кейін де 3 жыл аудандық атқару комитетінің жауапты секретары қызметін қалай жүргізгенін, Бурабаевтың өзінің орысша сауатты болуына, іс қағаздарын дұрыс жазуына көмектескен, жалғыз іс қағаз емес, газет кітап оқып өсуіне жетекшілік жасаған құрметпен есіне алады. Бұдан кейін аудандық партия комитетінің секретары Ефимов Баукеңді аудандық милиция бастығы қызметіне тағайындағанын айтады. Осы жерде бастық болған кездегі Сырдария губерниясынан Емельянов деген кісі аса маңызды істер жөніндегі тергеушінің келуімен болған. Осыдан кейін қылдай қиянат көрсем қылыштай қырқып отыруға бекіндім деп өзі ой түйген бір хикаяны да айтып береді. Автор сұрақ қана қойып қоймай, сол бұрынғы оқиғаларымен және аңызға толы оқиғаларын есіне алып тұздығын келтіріп отырады. Мәселен, осы бірінші диалогта Бауыржанға берілмек болған 5 бөлмелі пәтерді көруге барған кезде есік алдында мұңайып отырған қартаң орыс әйелді көреді. Одан неге мұңайып отырғанын сұрағанда әйел, маған 2 бөлмелі пәтер берілмек болғанын, бірақ қалалық совет уәдесінен тайып, оны 3 бөлмелі пәтермен біріктіріп, бір полковникке бергенін айтады. Оған ашуланған Баукең, "Дайындамаңыз шеше, қазір ордер беретін жерге барыңыз, үйіңіз өзіңізге тиеді" деп айтады. Мініп келген көлігімен қалалық советке тартады. Маған біреуге берілген пәтерлерді бер деген жоқпын дейді бағана ордер жазып берген қызметкерге келіп. Мына ордерді жыртыңыз да өз иесіне қайтарыңыз. 20 минуттан кейін маған телефон соғып, осы үй иелеріне қайтарылғанын хабарлаңыз. Понятно ма? Түсінікті жолдас Момышұлы. Бірақ сіз өз үйіңізден бас тартып тұрғаныңыз түсініксіз. Ол солдаттың анасы ғой. Солдаттың анасы үлкен мағына. Солдаттың анасы Россияның анасы. Енді ұғынықты ма сізге? Қызметкер басын изейді.
Бірсыпыра уақыттан кейін Бәукеңнің үйіне телефон соғып, өз есіне қайтарылғанын хабарлайды. Және ордер алғанда олардың қуанышында шек болған жоқ, дейді қызметкер, әсіресе қарт ананың. Сіздің Бауыржан Момышұлы екеніңізді айтқанда, және солдаттың анасы, Россияның анасы деген сөзіңіз айтқаным кезде, ол жылап жіберді. Сіз жайлы кітаптарды оқыған кезде, дәл сондай азамат екеніне күмәнім болған жоқ, деді. Хабарыңызға рахмет деп Бауыржан трубканы іліп қояды. Содан бірсыпыра уақыт өткеннен кейін Бауыржанға Фурманов көшесінен пәтер беріледі. Міне, Бауыржанның солдаттың анасына деген құрметі кімге болса да сабақ қой. Екінші бір оқиғада автор Бауыржанның жан жомарттығының куәсі болғанын бұлай түсіндіреді. Театрдың ішінде ине шаншар бос орын жоқ. Сахнада ақындар айтысы болып жатыр. Әсіресе Қызылорда облысынан келген қыз бен Шымкент облысынан шыққан жас жігіттің айтысы қалың жұрт назар салып, зер салып тыңдап отырған екен. Халықтың қыз ақынға қатты мән беріп, ілтифат білдіруіне екі себеп болатын. Біріншіден, басына үкілі тақия, үстіне қос етек көйлек киіп, қазақ жігітпен табан тіресіп, қазақша айтысып отырған Надежда Лушникова есімді орыс қыз болатын. Ал екіншіден, мұңды бір оқиғаның жібін тарқатып отыр екен. Айтыс аяқталғаннан кейін төрешінің қорытындысы шығып, төреші Надежда Лушникованың атын атап, оған еркектің маяк деген қол сағатын ұсынады. Осы кезде залдың алдыңғы қатарында отырған әлдекімнің қаһарлы үні саңқ ете түсті. Жоқ, Надя алмайды бұл сағатты. Ұзын бойлы әскери киінген қара сұр адам орнынан тұрып іле сөйлеп кетті. Менің ана тілімде асыл сөздер ақтарып, жұрттың жүрегін тербеген мынау шүйкедей сарғыз, деді ол жұртқа. Зал демін ішіне тартып тына қалды. Сенің өз тіліңде